кім депутат болатыны алдын ала шешіліп қойған мәселелер. Ең мықты сайлаулар 99 жылдар өтті. Қызмет жоқ кезде бәрі айтты сырттан. Жастарға өздері көрсететін мүмкіндік жасай алмаймыз. Жершілдік, ұрушылдық оңтүстік жақта барлықта болған. Елге кім не істеп жатыр ол белгілі нәрсе. Енді ішінде болса да көзге көрінген әкімдер болды, тез кетіп қалған әкімдер болды. Дамуды тежейтін мәселе барлықта бюрократия. Өзіме болсын демейтін адам жоқ сияқты. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біз Уақыт ТВ каналында өздеріңізбенен жүздесіп отырмыз. Алда уақытта өңірімізге елге белгілі азаматтармен сұхбаттасып, қоғамдағы қордаланып қалған өткір мәселелерге қатысты пікірін білетін сұхбаттар сериясын тұрақты түрде жариялап отырмыз. Ендеше бүгінгі біздің жобамыздың шымылдығын ашып беретін азамат өздеріңізге белгілі, жалпы оңтүстік өңірге есімі белгілі азамат, Түркістан облысы мәслихатының депутаты Өмірзақ Мелдеханов ағамыз. Аға, мынау сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін әуелі алғысымызды білдіреміз. Мынау алғашқы жоба, сондықтан өзіңізден бір мықты ой, қордаланған мәселеге қатысты өзекті бір пікірлерді күтеміз. Себебі мынау сіздің сұхбатыңызды көрген өзге әріптестеріңізге бұл намысқа тиетін бір қамшыдай сезілу керек деген ойдамыз. Сондықтан ашық форматта сұхбат жүргізсе өзіңізбенен. Дұрыс, мынау сұхбатқа шақырғандарыңызға біріншіден рахмет. Өйткені барлығы бірдей шақыра бермейді, сол алғашқылардың болып шақырып жатсыңдар. Қалада көп болды, мен болмағаныма. Сондықтан бүгін шақырып сұхбат алып жатқандарыңа үлкен рахмет. Енді шамамыз келгенше сұрақтарыма жауап беруге тырысамын. Жақсы, рахмет аға. Енді мынау сұрақты мынадан бастағым келіп тұр. Партияға қатысты қазір қоғамда түрлі пікірлері бар ғой. Өзіңіз осы филиал төрағасы болдыңыз. Және сол уақыттан бері бүгінге дейін 17 жылдай уақыт өтіпті қарап отырсақ. Менің ойымша өткір сындар, өзекті мәселелер сол 2008-2006 жылдар көтерілген сияқты менің пікірімше. Ал бертін келе олар кішкене бір өзектілігі төмендеп кетті ме, бәлкім мүмкін біз көрмей жатқанда шығармыз. Енді өзіңіз тәжірибелі мамансыз ғой, тәжірибелі азаматсыз. Осы партияның беделі сол уақытпен салыстырғанда көтерілді ме, немесе төмендеді ме, қалай ойлайсыз? Партияның беделі негізі партия мүшелерінің іскерлігіне, қимылына, ашықтығына байланысты мәселе. Ал енді оны болса да бағыт бағдар беруші басшы төрағасы партияның. Сондықтан енді біздің кезімізде партияның төрағасы әкім емес, қатардағы партия мүшесі бола беретін. Соның бір мен сол 2004 жылдан 2018 жылға дейін осы қаланың алдымен 2 жылда ауданды басқарып, одан кейін 16 жыл осы қаланың төрағасы болып, Нұр Отан партиясының төрағасы болдым. Енді бізде мынау қатардағы партия мүшесі төраға болған кезде ол әкімге қарағанда еркіндеу. Ал әкім енді өзінің жұмысы бар, мемлекеттік қызметкер болғасын өзіндік бір рамкасы бар. Ал енді бізде ондай рамка, біз болған кезде партияның төрағасы ондай мәселе болған жоқ. Ол тек партияның уставына байланысты демократиялық түрде еркін сондай бір партия басқару жүйесі болған сияқты мен үшін. Білмеймін енді ол басқаларға қандай екен. Сондықтан қалада сол 18 жылдай сол партия басшылығында істедім. Мен ойлаймын, ол жылдар мен үшін үлкен біріншіден мектеп болды, өмірлік. Екіншіден, ол жылдары мен сол партияның енді аяғынан тұрып келе жатқан уақыты. Сондықтан аяғынан тік тұрғызып, нық басқызып, партияны содан кейін беріп кеттім деп есептеймін мен жалпы басқа әкімдердің қолына. Ал енді қазіргі басшылар қалай басқарып жатыр, оны мен енді қалада оғасын түгел айта алмаймын. Мен облысқа барып келіп істеп жүрміз ғой енді. Сондықтан өзің болмаған жерде бір сын айту или бір мәселе айту қиындау болады. Түсінікті. Енді ағамда өзіміз Шымкент қаласына келгеніме көп болған жоқ, дегенмен де келген уақыттан бастап мынау тұрғындардың аузынан, оның ішінде халық қалаулылары да бар. Мелдехановтан асқан депутат жоқ деп айтады көбіне.
Яғни бұл меніңше сіздің атқарған еңбегіңіздің жемісі сияқты. Енді осы тұста білгім келіп отырғаны, бұл сіздің мықтылығыңыз ба, әлде сіздің көлеңкеңізде қалып кеткен өзге депутаттардың әлсіздігінен бе? Енді ел өзінің бағасын бір уақытта беріп жатады ғой. Елге кім не істеп жатыр, ол белгілі нәрсе. Ал енді мен өзім баға бере алмаймын. Өйткені өзің баға берген ол ақымақтық болады. Бірақ Нұр Отан партиясы мен мүшесі ретінде Нұр Отан партиясының жұмысы бүгінгі күнде жаман емес. Осы елдегі партияның бетке ұстар партияның бірден бірегейі партия жұмысы меніңше жақсы жүріп жатқан сияқты. Жақсы. Түсінікті. Ал енді мынау қазіргі уақытта Түркістан облыстық мәслихатының депутатысыз ғой. Облыс көлемінде қандай бір шаруаларды қолға алып жатырсыздар қазіргі уақытта? Қандай өзекті мәселелер бар екен? Енді облыс көлемінде өзекті мәселе көп. Өйткені білесіздер, қаншама район болса, соншама әр ауданның өзінің проблемасы бар. Одан қалды облыстық орталықтың проблемасы бар дегендей. Оның үстіне Түркістан облысы жаңадан құрылған облыстардың бірі. Ал енді Түркістан қаласының өзі қайта түлеп жатыр бүгінгі күнде. Өйткені Түркістанның түлеуі бүгінгі осы облыстың әкіміне тікелей байланысты мәселе деп есептеймін. Ал енді біздің облыстың әкімі бүгінгі күнде өздеріңіз білетін, ел білетін азамат Шөкеев Өмірзақ. Ол кісі сол жерде туып өскен, 5 жасына дейін сол Түркістанда тұрған, сондықтан Түркістанның түлегі деп айтсақ, қателеспейміз. Сол Түркістанның түлегі, міне кеше қарабала елге келіп бүгінгі күнде сол елді басқарып жатыр. Ол үлкен бақыт деп есептеймін. Кез келген адамға қона беретін бақыт емес. Ал енді бұл келіп, бұл азамат енді бүгінгі күнде ең қиын уақытта келіп, қазір біраз жұмыстар істеп тастады. Түркістан деп бүгінгі күнде бүкіл ел емес, әлем танып жатыр десек, қателеспейміз. Өйткені Түркістанның бұрыннан да орны бөлек қала, ол енді айтып жатады ғой, Түркістан екі дүниенің есігі деп. Сондықтан Түркістанның ерекше орны бар бүкіл әлемдік тарихта. Ал енді сондай қалада, сондай облыста әкім болу кез келгеннің маңдайына жазыла беретін нәрсе емес. Сондықтан бір жауапкершілік өте үлкен, екінші мақтанатын да жағдай бар. Демек, өңірдің гүлденуі әкімге тікелей қатысты нәрсе ғой? Тікелей қатысты нәрсе, өйткені басшы оңбайынша қандай мәселе шешілуі мүмкін, ештеме жөнді болмайды. Сондықтан басшы бірінші білімді, тәжірибелі өмір көрген азаматтар болса, тем более сол жердің түлеуі болса, ол енді болса да сол Түркістанды түлетеді. Түсінікті. Енді аға, осыдан туатын сұрақ, өзіңізге белгілі ғой, қаламызға осы уақытқа дейін тәуелсіздік жылдарынан бері облысымызға көптеген әкімдер табан тіреді, өзіңіз білесіз. Соның ішінде облыстың, қаланың дамуында өзіндік бір қолтаңбасы қалған әкімдер деп кімдерді айта аламыз? Енді әр әкім өзінің қолынан келгенше жұмыс істеді, қызмет жасады. Оның бірде-біреуін істемеді деп айта алмайсың. Өйткені істемеді деп айтатын болсаң, сол көздегі маңайында жүрген азаматтар бар, қаланың халқы бар, олардың бәрі қимылдады ғой. Қала көркейді, өсті. Сондықтан әрқайсының өзіндік бір еңбегі бар. Енді ол қайсысы қаншалықты қызмет жасады, оған халықтың өзі баға бере жатар. Бірақ әр әкімнің өзінің орны бар деп есептеймін. Ал енді ішінде болса да көзге көрінген әкімдер болды, тез кетіп қалған әкімдер болды. Бірақ мысалы Мырзахметов сияқты әкімдер 6 жылда істеді. Олар енді болса да өзі елде өзіндік бір естеліктер қалдырылатындай уақытта істеді. Ал енді тез келіп кеткенге де әкімдер келген, жұмысқа келген адам енді жауапты емес қой. Өйткені жоғарыдан бүгін ана барасың, ертең мына барасың деп сөйтсе, ол мен бармайын деп айта алмайды. Сондықтан онда бір өзінің несі бар, себебі бар. Ал жалпы ел өсіп өніп жатыр ғой.
Енді мынау биылғы сайлау өзгеше форматта өтті, өзіміз жақсы білеміз ғой, праймериз болды, одан кейін мынау квота бар әйелдер менен жастарға қатысты. Енді осыдан туындайтын бір сұрақ, мынау жастар шынымен де мынау мәслихат депутаттығына келгеннен кейін артылған үмітті ақтай алып жатыр ма қазіргі уақытта? Жалпы сайлауға келетін болсақ, енді мен 94 жылдан бері облыстық мәслихаттың депутаты болып келе жатырмын, алғашқы сайлаулардан бастап. Бірақ ең мықты сайлаулар 99 жылдар өтті. Ол кезде ашық, таласты, тартысты болып, сонда жағы өтетін депутаттардың өзі қанша еңбек жасап, халыққа белгілі болып, халық қолдап қана өтті көпшілігі. Ал енді қазіргі кезде болса да бәрі емес, парламент көбірек сияқты, бұрынға қарағанда. Бүгінгі күнде де жағы өз еңбектерімен өтіп жатқан азаматтар көп, бірақ бәрібір бұрынғымен 99 жылға дейінгі салыстырған уақытқа қарағанда сәл парламент көбейіп кеткен сияқты соңғы кездері. YouTube желісінде көптеген сындарыңызды көрдім. Басқа мабашылар болсын, басқалар болсын, өткір-өткір пікірлерге көзім түсті. Енді бір осындай бір тік мінездің, осындай бір қызметтің салдарынан өзіңізге бір зиян тиіп кеткен сәттер болған жоқ па? Енді әр адамның өзіндік туа біткен мінезі болады, қасиеті болады. Ол мінезден адам қашып құтыла алмайды. Сондықтан жаңағы әркім өзінің шамасы жеткенше мінездің мықтылығына қарайды, және көзқарасы, білімі, тәжірибесі соған байланысты енді өз істерін жүргізеді ғой, сондықтан әркім әртүрлі болады. Енді мынау қалай ойлайсыз, қазіргі уақытта 94-тен бері депутат болып келе жатырмын деп отырсыз ғой. Еліміздің дамуын қазіргі уақытта, қарыштап дамуын деп айтайықшы, не тежеп отыр деп ойлайсыз? Дамуды тежейтін мәселе бір уақытта бюрократия аппараттағы. Екінші мәселе ашық қоғамдық жұмысты жүргізу көпшілігі батылдан бара бермейді. Ол енді жағы болса да тәрбиеге байланысты біріншіден, екіншіден ол жүрген ортасына байланысты, үшіншіден жағы әр уақытта мемлекетте әртүрлі жағы жағдайлар болып тұрады, сол істерге байланысты. Сондықтан бір нәрсе деп айту конкретті бір адам болмасақ қиындау мәселе ғой. Түсінікті аға. Жемқорлық та бар дейсіз оның арасында? Енді жемқорлық бүгін пайда болған жоқ ол. Адам баласы туа өткеннен жемқорлық қосыла өткен сияқты, меніңше. Өйткені жағы өзіме болсын демейтін адам жоқ сияқты. Бірақ біреуде ол көбірек, біреуде азырек, біреу жағы басқанда ойлай отырып жағы шешімге келеді, біреу тек өзін ойлап отырып шешімге келеді. Соның қайсысы адамда көп болса, сол адам жемқор болып шығады ғой ақырында. Түсінікті аға. Енді мына бізде бүгін бір сөз оқып қалдым, қызық сөз. Оны бөлісіп те қойдым. Мынау бізде дейді, қоғамның барлық саласында бәсеке бар, бірлік жоқ дейді. Осы бір бірліктің астары келіп, мынау жершілдік пен рушылдыққа тақалатын сияқты деп ойлаймын менің өзім. Осы мынау жершілдік пен рушылдықта осы мынау елдің дамуын тежеп отқан жоқ па, қалай ойлайсыз? Енді жершілдік, рушылдық оңтүстік жақта барлық уақытта болған. Соңғы совет үкіметі кезінен. Ал енді бүгінгі күнде соның қалды. Ол мәселе бар. Бірақ енді жайлап мынау басқа әлемдегі процеске қосыламыз ғой деп ойлаймыз. Арты жақсы болатын шығар. Өзіңізге белгілі, мынау тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында желтоқсан оқиғасына қатысты мынау зиялы қауымның ұстанымдары көп жарияланып жатты әлеуметтік желіде. Яғни оның көпшілігі мынау алаңға шыққан жастарды даттады, қаралады деген сияқты. Енді содан келе тәуелсіздік алдық қой, міне Құдайға шүкір 30 жылдай уақыт өтті. Қазіргі зиялы қауымның белсенділігіне көңіліңіз тола ма? Жоқ, енді бір нәрсе көңіл толады деп айту қиын мәселе, өйткені әр адам әртүрлі, зиялы қауымда көптеген азаматтардан тұрады. Енді олардың бірлігі бар ма, жоқ па, көп мәселе соған байланысты. Жалпы
елдегі процестің барлығы бүгінгі күнде енді айналып келген кезде жағы оны процесс тежеп тұрған мәселе ол болса да бірінші сыбайлас жемқорлық, екінші жағы сыбайлас жемқорлықтың жағы болса да ол жерде сыбайлас жемқорлық жүрген жерде жершілдік, ұрушылдық болады. Ал енді бұл нәрселер болған жерде үлкен бір прогресс бола қояды деп ойламаймын. Өйткені бұны жеңбейінше біздің қазақ өзімен өзі соғысып, жалпы бүкіл әлемдік жағы жетістіктерден қалып келе жатыр ғой. Әйтпесе біздің жалпы халықтың туа біткен қасиеті, даналығы, білімге деген құштарлығы, тәжірибесі жеткілікті Алла берген. Бірақ оны біз толық бүгінгі күнде пайдалана алмай отырмыз, өйткені оның барлығы жағдай жершілдік, жағы сыбайлас жемқорлық деген сияқты мәселелермен күресумен өшіп кетіп жатыр деп есептесек болады. Сондықтан бізде жағы жалпы өсу процесі, халықтың жағы жағдайының, әлеуметтік жағдайының көтерілу процесі, оның рухани байлығы, барлығы басқа кейбір елдерге қарағанда көбірек қалып келе жатқан сияқтымыз. Мен сіздің жаңа айттым ғой, өзіңіз туралы біраз ақпарат материалдар қарадым деп. Сонда бір пікірге көзім түсті. 2008 жылы берген екенсіз. Оңтүстіктегі коррупцияның орталығы облыстық және қалалық әкімдік деген пікір қалдырған екенсіз. Әлде осы пікірдесіз бе, әлде ұстанымыңыз өзгерді ме? Ол кезде кім әкімет? Мәселе соған байланысты. Өйткені әкімшіліктің жұмысы бірінші басшы кім болса соған байланысты әдетте. Ал енді жағы әр нәрсені өз уақытында айтылады ол. Одан кейінгі жағы әкімдерге оның қатысы жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, ол жағы уақытында айтылған мәселе, мен өз сөзімді қайтып ала алмаймын, оны қайтып ала алмаймын, ол тарихқа кетті деп есепте. Сондықтан сол кезде сондай болған шығар деп есептеймін. Ұлыңыз праймеризге түсті қаладан. Дегенмен өте алған жоқ. Халық қалаулысы атана алмады. Қалай ойлайсыз, осыған бап шаппады ма, бақ шаппады ма, әлде бір басқа бір өзге де бір себептері болды ма? Бұл жерде праймериз дегеннің өзі толыққанды демократиялық түрде өткен жоқ. Оған қатысатын адамдардың өзі білесің қандай таңдаулардан өтті, ол кім өтеді, кім өтпейтіні, жалпы кім депутат болатыны алдын ала шешіліп қойған мәселелер, кейбіреулердікі. Ол біреу орталықтан шешілді, біреу өшеден шешілді, көп мәселелер сөйтіп шешіліп қойды. Сондықтан өздері, өз күшімен ұмтылған көптеген жігіттер, мен деген қолынан іс келетін, тірлік келетін, өзінің көзқарасы бар, сондай жігіттердің көпшілік өтпей қалды. Ал енді ондай қалған өткен жігіттердің өзі бүгінгі күнде бұрынғыдай активно болып жатқан шамалы. Оны өздеріңізді мойындайтын шығарсыздар жалпы. Сондықтан бұл мәселе қызметке өткен соң белгілі болады, адамның қаншалықты шындықты айтатынды айтпайтыны. Ал ана қызмет жоқ кезде бәрі айтқыш сырттан. Сондықтан ішінде жүріп айтып көрсе, сол кезде ол сол азамат күйінде қалды деуге болады. Көзқарасы өзгертмей сондай. Түсінікті. Енді мынау менің білгім келіп отқаны, қазір қоғамда түрлі алаяқтық фактілер көбейіп кеткен. Өзіңіз өте жақсы білесіз. Қаржы пирамидасына алданып жатқан азаматтар көп. Немесе мынау шетелге жұмыс істеймін деп барып, сол жақта ажал құшып жатқандар бар, табытпен қайтып жатқандар бар, немесе құлдыққа түсіп кетіп жатқандар бар. Енді осының барлығын бір қордаланып, жинап әкелетін болсақ, түбі бір нәрсеге барып тіреледі ғой. Енді бұл қалай ойлайсыз? Заңның солқылдақ па, немесе халық сауатсыз ба? Біріншіден, біздің жалпы қазіргі жастарымыздың шетелге қарай жүгіруі, ол біздің осалдығымызды көрсетеді. Біздің бүгін күндегі жағдайымыздың жақсы еместігін көрсетеді. Біз қанша шулағанымызбен бізде керемет деп. Ол керемет көрінбей тұр. Өйткені оны көрсететін мәселе сол жастардың өз жерінде қала ма, өзге елге кетіп күн көре ме. Рас жастар өз жерінде қалмай кетіп жатса, значит біз кемшілік бізден. Бізде, значит, жастарға
значит жұмыс бере алмаймыз, жастарға көңіл толатындай жаңағы орын бере алмаймыз, жастарға жаңағы өздерін көрсететін мүмкіндік жасай алмаймыз. Сондықтан жастар жаңағы көрінген жаққа кетіп жатыр. Bir қарасаң, біраз қазақ Южный Кореяда жүр, бір қарасаң жаңағы Америкада жүр. Қазақтың жүрмейтін жері қалмады. Бұрын басқа ұлттар көп жүретін. Мысалы, Өзбекстаннан, неден. Қазір қазақтан көп қалу жоқ, шетке шығып кеткен. Өзі көп қалғы емеспіз біз. Азбыз. Бірақ соның бір жоба былай жұмыс істей алатын көзі аштау жігіттердің көпшілігі сыртта жүрген сияқты. Бұл адамды өкіндіретіндей жағдай. Көрермендер бар сізді көретін, облыс халқы көреді сізді, қала халқы көреді, тұрғындарға айтар ойыңыз болса, пікіріңіз болса, айтуыңызға болады. Енді мынау тұрғындарға айтатын мәселе, еліміздің өсіп өну үшін шаршамай, елге көңілі қалмай, жерге көңілі қалмай, ол енді мынау жағы шенеунікке жағы көңіл қалып шет жаққа кетіп қалмай елге қызмет жасау керек. Біздің жастарымыз да, үлкеніміз де, кәріміз де. Сондықтан ел боламыз десек, бірлігіміз болу керек, бірлік болсын, тірлік болсын. Сол кезде ғана біз алға қарай жүреміз. Жақсы, рахмет аға, сұхбат бергеніңіз үшін, уақыт бөлгеніңіз үшін тағы да алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да бірқатар өткір де өзекті сұхбаттар сериясы шығатынын айтқым келеді, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.